Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үйкеліс күші, үйкеліс әрекетін техникада ескеру. Оқу мақсаттары: тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау, үйкеліс күшінің пайдалы және зиянды әсерлеріне мысалдар келтіру. Бағалау критерийі: тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін ажыратады, үйкеліс күшінің түрлерін сипаттайды және салыстырады, өмірдегі қолданысына мысалдар келтіреді. Білеушіге әрекет ететін күштерді анықтау үшін бірнеше физикалық құрал-жабдықтар қажет болады. Бұған біз білеушені қолданамыз және де динамометр, күш өлшейтін құрал-жабдықты қолданамыз. Сонымен қатар үйкелістің бірнеше түрлерімен таныс боламыз. Үйкелістің 3 түрі бар. Біріншісі сырғанау үйкеліс күші, екіншісі домалау үйкеліс күші және де үшіншісі тыныштық үйкеліс күші. Үйкеліс күші дегеніміздің өзі бір дене екінші дененің бетімен қозғалғанда пайда болатын күштерді айтады. Үйкелістің пайда болу бірнеше себептері бар. Оларды атап өтетін болсақ, жанасатын беттердің кедір-бұдыр болуына байланысты және де жанасатын беттер молекулаларының өзара тартылысына байланысты. Үйкеліс дегеніміз жанасатын беттердің қандай материалдан жасалғандығына байланысты, олардың өңделу сапасына, бір беттің екінші бір бетке түсетін қысым күшіне тәуелді болады. Дененің өзі жанасып тұрған бетке тік бағытта түсірілетін күшін нормаль қысым күші деп атаймыз. Осыған байланысты үйкеліс күшінің формуласына келетін болсақ, үйкеліс коэффициентін осы нормаль қысым күшіне көбейткенге тең болады. Бұл жердегі тұрған миу дегеніміз үйкеліс коэффициенті. Бұны біз есеп шығарғанда кестеден қарайтын боламыз. Енді ары қарай балалар топтастыру арқылы суретте көрсетілген жағдайларды сәйкесінше алып топтастырып кетеміз. Алдында айтып кеткенімізде үйкелістің 3 түрі бар: сырғанау, домалау және тыныштық. Осы үйкеліс күштерін алдарыңызда тұрған суреттер арқылы анықтап, соларды жаңағы өздерінің қайсысы бірнеше суреттер үйкеліс күшіне жатады, қайсысы жаңағы тыныштық үйкеліс күшіне жатады, соларды өзара топтастырып кетесіздер. Бұл жерде оқушылар үйкелістің түрлерін анықтай алады және үйкелістің түріне сәйкес суреттерді топтастыра аласыздар. Және бұл жерде біз техникада үйкелістерді азайту тәсілдері болады. Жалпы үйкелістерді өзіміздің қажетімізге сай азайтып алуымызға болады екен, және де оларды үйкелісті қажеттілікке сай көбейтіп алуымызға болады екен. Енді ары қарай техникада үйкелістің әрекетін ескеру. Бұл жердегі тұрған кесте үйкелісетін денелер және үйкеліс коэффициенттері кесте бойынша берілген. Осы кестені біз қолдана отырып есеп шығарған кезде миу деген үйкеліс коэффициентінің мәнін біз осы арадан қарап, ары қарай есептерге қолдана аламыз. Тағы да бір айтып кететінім, оқушылар, бұл жерде үйкеліс коэффициентінің ешқандай өлшем бірлігі болмайды. Төмендегі жағдайларда пайда болатын үйкелістің түрін анықтаңыздар. Қай жағдайда үйкелісті арттыру немесе қай жағдайда азайту керектігін түсіндіріп кетесіздер. Бұл арада сіздер үйкеліс күшінің пайдалы және зиянды әрекеттерін ажырата аласыздар, осы тапсырманы орындай отырып. Немесе үйкелісті қай кезде арттыруға, немесе қай кезде азайту керектігін түсінесіздер. Мысалы, көк тайғақта жолға неге құм себеді? Бұл арада біз үйкелісті азайту үшін. Немесе неліктен тірі балықты ұстап тұру қиын болады? Немесе неге автомобильдің баллондары кедір-бұдыр болады деген сияқты біз осы арадан үйкелісті азайтуға немесе арттыру керектігін түсінетін боламыз. Сонымен қатар практикалық жұмыс. Бұл практикалық жұмыста бірнеше есептер берген балалар. Осы практикалық жұмыста есептерді халықаралық бірліктер жүйесіне келтіре отырып шығарасыздар. Енді осы есепті шығару үшін бірнеше дайын үлгі көрсетілген. Осы үлгіні қарап отырсаңыздар, біріншіде дененің массасы 70 кг, үйкеліс коэффициенті 0,3 және де еркін түсу үдеуін 9,8. Бұны жоқ шамамен 10 деп есеп шығарып жүрген біз 10 деп қолдана берсеңіздер де болады. Үйкеліс күшін анықтайсыздар. Жоғарыда айтып кеткендей, үйкеліс күшінің формуласы миу көбейтілген n-ге тең болады. Бұл жердегі тұрған қысым күші масса мен еркін түсу үдеуінің көбейтіндісіне тең. Сондықтан үйкеліс күшінің формуласын
есептейсіздер. Бұл жерде үйкеліс күші 206 ньютонға тең екендігі көрсетілген. Екінші бір есеп бізде массасы 70 кг денеге әрекет етіп тұрған күш 200 ньютон, еркін түсу үдеуін 9,8 ньютон бөлінген килограмм. Бұл жерде сіздер табасыздар үйкеліс коэффициентін. Яғни жаңағы алдындағы формуладан біз мю деген үйкеліс коэффициентін түрлендіре отырып есептер шығарамыз. Бұл жерде мюді табу үшін үйкеліс күшін сіздер бөлесіздер масса мен еркін түсу үдеуіне. Мінекей осы арадан тапқан кезде өлшем бірліктері қысқарады. Ньютон мен ньютонды, килограмм мен килограммды қысқартқан кезде жалпы үйкеліс коэффициентінің ешқандай бірліксіз өзі қалатындығы анықталған. Келесі бір есеп тура алдындағы есепке ұқсас, тек қана бұл жерде бізде халықаралық бірліктер жүйесіне келтіре отырып шығаратын есеп көрсетілген алдарыңызда. Мысалы, 1 тоннада 1000 килограмм болса, 7 тоннада 7 көбейтілген 10-3 дәрежесінде килограмм. 1 килоньютонда 1 килода 1000 ньютон болатын болса, 35 килоньютонда 35 көбейтілген 10-3 дәрежесінде ньютон деп халықаралық бірліктер жүйесіне келтіре отырып үйкеліс коэффициентін анықтаған есеп көрсетіліп тұр алдарыңызда. Бұл жерде стандарт түрге келтіре отырып шығаруға болады есепті, немесе жаңа 7000 деп арғарайда алып кетуге болады есепті. Енді бүгінгі сабағымызға рефлексия. Сонымен қатар үйге тапсырма балалар сіздерге сырғанау, домалау және тыныштық үйкелістері байланысты осыны сипаттау үшін Вен диаграммасын толтырасыздар. Және де екінші бір тапсырма сіздерге бүгінгі өтіп жатқан тақырыбымыз үйкеліс күші. Осы сөз шығатын